Ескерту. Видео жүрегі әлсіз және жасы 16-ға жетпеген жасөспірімдерге көруге ұсынылмайды. Көрсетілген бейнематериал қатыгез, мейірімсіз және ксенофобиялық көзқарастарды насихаттауға арналмаған. Видеодағы мәліметтер интернеттегі ашық және еркін қаралымда тұрған дерек көздерден алынып, соларға сүйене отырып жасалған. Видео тек тарихи және ақпараттық сипатқа ие. Сәлем достар! Қазіргі заманда тірі жан иелерін белгілі бір ақпаратты біліп зерттеу үшін өлтіру, немесе басқандай да бір ғылыми жобаларды тәжірибе ретінде пайдалану. Миға қонбастай қатал және мән мағынасыз жайт. Алайда тарихтың қанды беттерінде адамдарға жасалған сұмдық тәжірибелер өте көп. Солардың арасында өзінің аса жауыздық зерттеулерімен ерекшеленетіні ол Жапонияның 731 жасағы. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз өлім конвейері, сайтан асханасы және де өлім фабрикасы деген атаулармен тарихта қалған 731 жасақ жайлы айтатын боламыз. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Жапония Қытайға басып кіріп, 1932 жылы оның солтүстік шығыс өлкелерін қан қақсатса, 1937 жылы астанасы болған Нанкинді басып алып, халқын қырып жойған еді. Осы тарихи оқиғалардың арасында ерекше жантүршігерлік жасақты өз рөлін еселеп орындады. Ол 731 жасақ. 1932 жылы Жапония Қытайға агрессия таныта бастаған сәтте аталмыш 731 жасақ дүниеге келді. Бинцзян провинциясының Пинфан ауылында орналасқан жасақтың арнайы лабораториясы мен өте үлкен зерттеу кешені болды. Жасақтың басты мақсаты биологиялық қару түрлерін шығару және оны император әскерінің жеңісіне арнау еді. Жапон императоры Хирохито ғылым мен білімнің күшіне сенді. Ол ғылымның бір мезетте миллиондарды қырып жіберетінін жақсы білді. Оның ішінде биологиялық қару түрлеріне басымдылық беру керек деп санады. Император оны жақсы түсінді, өйткені оның негізгі мамандығы биолог болатын. Императордың идеясы лезде қолдау тапты. Жапон ғалымдары мен әскерлері дереу арада аталмыш мақсаттағы жасақты құруды бастап кетті. Ол жасақтың басшысы ретінде Жапон полковнигі және биолог Сиро Иси таңдап алынды. Сиро Исидің биологиялық қару жайлы аса қатыгез баяндамасынан кейін Жапон императоры мен оның жанындағы қолбасшылар тұрып шапалақ қағып, Жапонияның өз биологиялық қару болуы тиіс деген шешімді нақтылады. Жасақ Пинфанда орналастырылып, 150 ғимараттан тұратын үлкен зерттеу кешенімен қамтамасыз етілді. Оның өз әуежайы, арнайы қорғаныс жүйесі мен қорғау жасақтары болды. Бұл аса қатыгез жасақта Жапонияның ең үздік ғалымдары қызмет етті. Жасақты Қытайда орналастырудың бірнеше маңызды себебі болды. Біріншіден, зерттеу жұмысынан қателік кетіп, қауіпті ауру түрлері бақылаудан шығып кетсе, онда Жапонияға қауіп төнетін еді. Екіншіден, жасақты Қытайда ұстау құпиялық деңгейіне кепілдік берді. Үшіншіден, ең маңыздысы, Қытайда тәжірибеден өткізуге тегін материал жеткілікті болды. Олар жергілікті Қытай халқы. Жапондар адамдарды томарға, яғни кәдімгі ағаш отындарға теңеп, оларға аяусыз сынақ жасай берудің еш әбестігі жоқ деп санады. Басып алынған Қытай аймақтарына бала, әйел, жігіттер жеткізіліп, оларға түрлі сынақтар өткізілді. Сондай-ақ КСРО елдерінен де сарбаздар мен жай халық әкелінетін. Басты талап барлығының да дені сау болуы тиіс еді. 731 жасақтың жетекшісінің бұйрығымен жасалған сынақ тәжірибелер аса қатыгездікпен тарихта қалған. Адамды тірідей кесіп келесі денеге жалғау, адам денелерін мұздатып, тағы да басқандай адам ойына кірмеген сынақтар жасалды. Ал осының барлығынан тірі қалғандарын әскерлердің граната жару алаңына апарып, әскерлер граната лақтырып, адамдарды дәлдеп гранатамен жару тәсілдерін үйреніпті. Көптеген адамдарды саналы түрде жұқпалы ауру түрлеріне жұқтырып, оның таралу жолдарын бақылап зерттеген. Ең көп зерттеу обаның түрі мен күшін арттыруға жұмсалатын. Бұл міндетпен Сиро Исидің өзі тікелей айналысты. Нәтижесіне ол әдеттегі обадан 65 есе қуатты жаңа вирус түрін ойлап тапты. Әрине, оның барлығы тұтқындарға салынып ғылыми тұрғыда дәлелденетін. Жасақтағы барлық қызметшілер тәжірибе өткізілетін адамдарды томар, яғни отын ағаштар деп атады. Ал томар қалайша адам болмақ. Сондықтан жасақта оларға аяушылықпен қараған сарбаз да, ғалым да табылмады. Қызметшілер де, ғалымдар да томарды құрту қалыпты жағдай, заңдылық деп санады. Сынақтар көп жағдайда бір сценарий бойынша жүрді. Алдымен тұтқынға жаңа вирус түрін егіп, оны арнайы камераға қамап бірнеше күн бақылайтын.
Артынша адамдарды тірідей сойып, ішкі ағзаларын қаншалықты өзгеріске ұшырап жатқанын өз көздерімен көріп, қорытынды жасайтын. Жапон басшылығы жасақ жұмысының нәтижесіне көздері жеткен сәтте, ондағы бактериялық қару түрлерін ақш пен КСРО-ға қарсы қолдануды жоспарлаған еді. Ондағы бактерия көлемінің көптігі соншалық, егерде оны сәтті қолдана білгенде, ол бүкіл адамзатты жойып жіберетін еді. 1944 жылы Жапония вирус пен бактерия түрлерін Америка құрама штаттарына әуе шарлары арқылы жіберуді жоспарлап дайындықты бастапты. Алайда ең соңғы сәтте Жапон премьері Тодзе бұл жоспарды іске асырудан бас тартты. Өйткені дәл осылай болған жағдайда Америка құрама штаттары Жапон халқын толықтай жойып жіберу мүмкін еді. 731 жасағы тек қана биологиялық қару түрлерімен айналысқан жоқ. Сондай-ақ олар түрлі медициналық эксперименттерді жүзеге асырды. Мысалы, 600 адамға сынақ жасау арқылы олар 26 түрлі ауру түрін қалай емдеу керек екенін түсінді, ал 47 ауру түріне ота жасауды үйренді. Сонымен қатар жасақ ғалымдары адамның түрлі сынақтарға төзімділігін білгісі келді. Сөйтіп 2000 Қытай азаматына түрлі жан түршіктірер сынақтарды жасады. Мысалы, олар үсіп қалған адамды емдеудің ең тиімді жолы оның үсік шалған мүшесін кесу емес, керісінше үсіп қалған мүшені Фаренгейт шкаласы бойынша 122 градус суға салу екеніне көз жеткізді. Оның барлығын әрине азапты сынақ жасау арқылы анықтады. -20 градуста олар адамды далаға шығарып, аяқ қолын суға салып қоятын. Үсіген сәтте өз сұмдық сынақтарын іске асыратын. Ал кейбір жандарды тірідей мумияға айналдырды. Ол үшін адамды ылғалдығы өте төмен немесе мүлде жоқ камераға қамап қойды. Салдарынан камерадағы адам қатты терлеп шылқыған суға айналатын. Адамның тері толықтай шығып, барлық сұйықтығы ағып кеткен сәтте, оның денесін өлшеген жапондар жаңа ғылыми жаңалық ашты. Адамның салмағы 100 келі болса, мүрденің салмағы бар жоғы 22 келі тартатын. Сөйтіп олар адамның денесі 72% судан тұратын деген медициналық ашылымды ең бірінші болып білді. Тағы да бір сұмдық зерттеулерді олар вакуумдық камераларда жасады. Ондағы қаза тапқандардың қиналысын елестету мүмкін емес. Олар вакуумдық барокамераларға томарды салатын. Сөйтіп одан біртіндеп ауаны сорып оттегін азайтады. Салдарынан сыртқы ауа қысымы мен адам ағзасының ішкі ауа қысымы артып, адамда түрлі өзгерістер басталатын. Ең бірінші болып адамның екі көзі сыртына шығып кететін. Артынша ішектері жыланша ирелеңдеп сыртқа шығатын. Содан кейін адам тірідей атылып кететін. Осы зерттеу түрі арқылы олар Жапон ұшқыштарына көтерілуге болатын биіктік деңгейін анықтап берді. Ең таңғалдыратыны ешқандай ғылыми негізге сүйенбеген зерттеулер мен сынақтар да жасалатын. Мысалы, адамды тірідей көму, өртеу, тұншықтыру, адамның денесіне жылқы мен маймылдың қанын құю, жыныстық ауруларды соңғы кезеңдеріне жеткізіп, кішкентай балаларды онымен жұқтыру, және жай қызық үшін басшылық көзінше адамдарды мүшелеп сою. Әрине бұнымен бұл сұмдық тізім аяқталмайды. Әлемдегі ең қан төгісті жасақ 1945 жылы 11 тамызда жойылды. Қытай жерінде Жапонияға қарсы әскери операциялар кезінде 731 жасақ зерттеу кешені толықтай талқандап, жасақ қызметкерлері тірі қалған тұтқындарға цианид ішкізіп, қалғандарын атып өлтірді. Ал зерттеу қағаздарын толықтай өртеп, ең маңыздыларын өзімен алып кетті. Кейін ол құжаттарды Америка құрама штаттарына табыстап, өздерінің бас кепілдігін сатып алды. Осылайша жасақтағы ғалымдар өзінің ең қатаң сынақтары мен адамзат алдындағы сұмдық қылмысы 12 000 адамның құрбандығы үшін жазасыз қалды. Жасақта болған 3000-ға жуық ғалымдар мен зерттеушілер соғыстан кейін ақш пен Жапонияда түрлі ғылыми мекемелерді ашып алды. Ал Сиро Иси 1959 жылға дейін Жапонияда еш алаңсыз өмір сүріп, жайлы тыныштықта қайтыс болды. Міне достар, бүгін біз тарихтағы ең қатыгез жасақ жайлы сізге баяндап бердік. Енді сіз еңбегімізге баға беріп, лайк басып, 731 жасақ жайлы өз ойларыңызды пікір алаңға қалдырып отырыңыздар. Біз барлық пікірлерді оқимыз. Ал егер сіз бүгін пазл арнасын бірінші рет көріп отырсаңыз, онда міндетті түрде арнамызға жазылып, қасындағы шыққан мына бір қоңыраушаға басып қойыңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды ең бірінші болып көретін боласыз. Сонымен қатар видео сипаттамасындағы және келтірілген бірінші пікірдегі сілтемелерден өтіп, біздің барлық әлеуметтік желілерімізге және де басқа да YouTube арналарымызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.